Экономика туралы жаман пікір жазсаңыз, бақылауда боласыз десем сенесіз бе? Ақпаратқа сенуге негіз бар, себебі ұлттық экономика министрлігі теріс пікірлерді бақылауға байланысты тендер жариялады. Қанша теңге жұмсалатыны қызық болса, видеоны аяғына дейін көріңіз, арнаға тіркеліңіз, бейнені таныстарыңыз да көрсін, бөлісе салыңыз. Ақшаң болса қалтаңда, қалтаңда. Жылдың басында үкімет қосымша құн салығын, яғни НДС-тің процентін көтереміз деді. Бюджетте 3,6 триллион дефицит бар екен туралы ақпарат жарияланды. Астанада халықаралық форум өткізуге 4,5 миллиард теңге жұмсалады екен. Осы секілді жаңалықтарды оқығанда экономика министрін сынайсыз ба, әлде жақсы пікір қалдырасыз ба? Теріс ой жазар алдында бақылауда болатыныңызды ұмытпаңыз. Себебі ұлттық экономика министрі Infinity Enterprises компаниясымен сыни жазбаларды бақылауға байланысты 2 миллион 400 мың теңге келісімшарт жасаған. Тендерде бақтағы жаңалықтар, әлеуметтік желідегі жазбалар, фотосуреттер, видео жарияланымдарға мониторинг жасалады екен жазылған. Әсіресе өткір немесе сыни материалдарға ерекше назар қойылу керек екені көрсетілген. Техникалық сипаттамаға сәйкес жеткізуші күн сайын қазақстандық бақта, сондай-ақ Ресей Федерациясының ТМД елдері мен халықаралық ақпарат агенттіктерінің сайттарында тапсырыс беруші туралы жарияланымдарға бақылауы тиіс. Осы жылдың 10 желтоқсанына дейін компания министрлікке орындалған жұмыс туралы қорытынды есеп ұсынуы шарт. Министрлік жыл сайын осындай тендер ұйымдастырады. Бұрында мемлекеттік сатып алулар порталында ұқсас тендерлар жарияланған. Мысалы, 2024 жылы 4-те 9 миллион, 2020 жылы 3-те 1 миллион, 2022 жылы 2-де 8 миллион, 2021 жылы 3-те 3 миллион, 2020 жылы 2-де 1 миллион теңге жұмсалған еді. Экономика министрлігінің бұл шығындары экономикаға зиян тигізбей ме? Пікіріңізді комментке жаза салыңыз. Төменгі сілтеме қалдырып материалмен толық танысып шығыңыз.